Алла пендесіне тек қана жақсылықты ғана қалайды дейді. Имам Шағрауи айтады, ана Құран кәрімде Али Имран сөзінде ол керек, ана биядикал хайр деген аяттағы сөз келеді. Алла жақсылық тек қана сенің қолыңнан деген сөз келеді. Демек дейді имам Шағрауи рахмаулла айтады, жақсылық пенденің басына келген қайғы да жақсылық дейді. Ана қараңыз, бір қарағанда сен оны қайғы деп қабылдап жатсың дейді, бірақ оның артында Алланың жасырған мың жақсылығы бар саған дейді. Алла пендесіне тек қана жақсылықтан басқа нәрсені қаламайды өйткені ол пендесін жақсы көреді дейді. Алла жаратқан нәрселердің ішіндегі ең жақсы көретіні қай жаратылыс? Пенде, адам. Алла тағала адамдар жақсы көреді дейді. Сол жақсы көргендіктен жаратқан. Не үшін жаратты деп сұрақ қойды адам. Адам не үшін жаратты? Азаптайтын. Алла пенделерін жақсы көргендіктен жаратты дейді. Жақсы көргеніне адам несін қалайды? Тек қана біздің өзіміз тек жақсы көрген адамға. Мысалға әкемізді, анамыз қалай